Сәлеметсіздер ме? Мен Теміртау тарихи-өлкетану музейіндегі экскурсия жүргізушісі Момраимова Гүлдерайым Болатовна боламын. Бүгінгі музейлік сабақтың тақырыбы ғибадат заттар арқылы әлемдік дінді тану. Қазіргі әлемде мыңдаған сенімдер мен діндер бар, бірақ олардың тек үшеуін ғана әлемдік деп атауға болады. Олар ислам, христиан, буддизм діндері. Діннің әлемдік болып саналуы үшін ол ЮНЕСКО-ның ұсынған келесі талаптарға сәйкес келуі керек. Адамдардың үлкен қауымдастығын біріктіру, көптеген елдерде және әртүрлі халықтардың арасында ізбасарлардың болуы. Әлемдік діндердің ішіндегі ислам діні ең жас, ол 7-ші ғасырда пайда болған. Ислам дінінің қалаушысы Мұхаммед пайғамбар. 40 жастағы Мұхаммедке түсіне Жабраил періште келіп, Алланың атынан аят айту қасиеттерін ашты. Осы аяттардан мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран кәрім жазылды. Құран Мұхаммедке 23 жыл бойы жеке бөліктермен белгілі бір оқиғаларға байланысты немесе Алланың даналығы бойынша ешқандай себепсіз жіберілді. Онда 114 сүренің 6200-ден астам аяттар бар. Құран тек араб тілінде ғана қасиетті саналады, ал басқа тілдерде оның мазмұнымен танысуға арналған кітап ретінде қабылданады. Мұсылмандарда Құранға деген көзқарасы ерекше. Әрбір үйде ол белден төмен тұрмай, құрметті орында орналасуы керек. Мұсылмандардың ғибадат нысаны мешіт. Мешітке намазға шақыратын 1-ден 9-ға дейін мұнаралар салынады. Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейін ислам 2 тармаққа бөлінді: сунниттік және шииттік. Мұсылмандардың 90% сунниттер. Осы түрде ислам Қазақстан жеріне келді. Сунниттер Құран мен суннитке сенеді. Исламда өзін нағыз мұсылман санайтын жандар ұстанатын 5 парыз бар. Бірінші, Алла мен пайғамбар Мұхаммедке ғана құлшылық ету. Алладан басқа құдай жоқ, ал Мұхаммед оның пайғамбары. Екінші, күнделікті 5 рет намаз оқу. Үшінші, зекет беру. Төртінші, Рамазан айында ораза ұстау. Ал соңғысы болса, Меккеге қажылыққа бару. Исламда дін қызметкерлерінің үйрететін институт жоқ. Имам, сыйынушылардың бірі, Құранды оқып талқылай алатын сауатты адамдардың біріне жатады. Имамның киімінің дәстүрлі шығыс халық ер азаматының киімінен айырмашылығы жоқ. Шапан, шығыс адамының дәстүрлі киімі. Имам міндетті түрде киіп жүру керек. Сәлде, ұзындығы 2,5-нан 8 метрге дейін жететін тақияның немесе басты айналдырып орайтын мата. Мұсылмандар үшін ол өте қасиетті, өйткені оны пайғамбар Мұхаммедтің өзі киген. О дүниеге аттанған мұсылман адамға сәлде ақырет ретінде қолданылады. Сәлдеден айырылып қалу масқараға жатады. Құрметті жасыл сәлдені қажылыққа барып келген адамдар ғана киеді. Екінші, әлемдік дін христиан діні. Христиан діні біздің дәуірдің 1-ші ғасырында пайда болды. Оның негізінде Иисус Христостың құтқарулы миссиясына сену жатыр. Ол Құдайдың және жердегі әйелдің ұлы бола отырып, барлық адамдардың күнәларын айқышта азап шегіп, Христостың екінші келуіне, соңғы сотқа, әділдер мен күнәһарларға көктегі сый-сияпатқа және Құдайдың патшалығының құрылуына деген сенімі болып табылады. Христиан дінінің қасиетті кітабы ол Библия. Ол ескі және жаңа өсиеттерден тұрады. Бастапқыда христиан діні біртұтас болатын, бірақ кейін көптеген келіспеушіліктердің салдарынан 1054 жылы католиктер мен православиялық бағытта екіге бөлінді. Ал 1517 жылы католиктер екіге бөлінді. Осылай протестантизм пайда болды. Қазіргі таңда әлемде христиан діні 3 тармаққа бөлінген: православиялық, католицизм және протестантизм. Православие – дәстүрлерді қатаң түрде сақтайтын дін. Православиялық дінге құлшылық ететін адамдардың тағы бір ерекшелігі ол крест. Бұл крест бастапқыда шоқынған кезде тағылады да, содан кейін шешілмейді. Ол металдан немесе ағаштан жасалады. Православиялықтар мен католиктердің кресттерінің айырмашылығы бар. Православиялықтардың крестінде Иисус 4 шегеге керілген, ал католиктерде 3 шегеге керілген. Православиялық храмдарда иконалар ерекше орын алады. Иконалар Құдайдың қасиетті бейнесі немесе шіркеулік библиялық бір оқиғаларды бейнелейді. Иконалар ерекше ережеге сай жазылады.
православиялық христиандар иконаға материалдық құнды зат ретінде табынбайды. Олар иконадағы бейнеге табынады. Ғибадатханадағы құлшылық шіркеулік славяндық тілде жүргізеді. Шіркеулік славяндық тіл бұл ерекше тіл. Ол Құдаймен қарым-қатынас жасау үшін арнайы жасалған. Ғибадат жасау үшін дін қызметкерлеріне қасиетті киім кию керек. Ол парчадан немесе басқа матадан жасалады. Киімнің түсі шіркеу мерекесіне байланысты өзгереді. Мысалы, ақ түс ол Рождество, шоқыну, қайта өңдеу мерекелеріне байланысты. Священниктердің бас киімі камелавка. Камелавка қызыл, сия, көк, қара түсті болып келетін священниктің бас киімі. Ол Иисус Христостың тікенекті қара өріктен жасалған алқасының белгісі. Бұл бас киім священник үшін үлкен сый болып табылады. Филонь дін қызметкерлерінің басқа киімдердің үстінен киілетін киім. Епитрахиль дін қызметкерлеріне қасиетті рәсімдерді орындауға арналған қос рақым болып табылады. Епитрахильсіз ешқандай қызметті дін қызметкері атқара алмайды. Белбеу епитрахильдің үстінен киілетін және священниктің құлшылық етуге дайын екенін білдіретін киім. Поручи бұл баумен байланған жендік. Бұл Иисус Христостың қиналған кездегі қолдары байланған баулар. Белдемше бұл священникке ұзақ және зиялы жұмысы үшін тағылады. Оң жақ иығынан жамбасқа қарай киіліп және рухани қылышты білдіреді. Католицизм христиан дінінің батыс тармағы. Католиктердің шіркеуінде қатаң түрде діни қызметінің иерархиялық ұйымы жұмыс істейді. Оның орталығы Ватикан қаласы, басшысы Папа Римский. 2013 жылдан бастап католиктердің мешітінің басшысы болып Франциск қызмет етеді. Католиктік шіркеулерде иконалар жоқ. Онда көркем суреттер, витраждар және мүсіндер ерекше орын алады. Иисустың Құдай ананың мүсіндері, әсіресе Дева Марияның мүсініне сыйынады. Бір кездері ол киелі рухтан туылды және ол жан тәнімен көкке көтеріледі деген догма қабылданды. Құлшылық кезінде музыкалық аспаптар орган ойнайды. Католиктердің басты кітабы Библия. Оларға көп жылдар бойы Библияны оқуға, қолына алуға тыйым салынған болатын. Оны тек священниктер ғана оқуға рұқсат берілді. Библиядан басқа катехизис деп аталатын кітап та бар. Бұл негізгі ережелер бойынша сұрақтар мен жауаптар кітабы. Католик діни қызметкерлерінің киімдері сутана және манталеттадан тұрады. Сутана – католик дінбасыларының сыртқы ұзын киімдері. Манталетта – женсіз желбегей жоғары дәрежелі дін қызметкерлерінің киімінің элементі. Протестантизм – христиан дініндегі бағыттардың бірі. Католиктер шіркеуі 1517 жылы екіге бөлінді. Осы күні дін қызметкері Мартин Лютер Виттенберг шіркеуінің есігіне өзінің әйгілі 95 тезисін іледі. Бұл тезистерде ол Рим католик шіркеуіне қарсылығын білдірді. Қарсылықтың себебі Рим папасының ақша үшін кез келген күнәні кешіру индульгенция құқығы болды. Протестантизмде бірыңғай орталық жоқ. Сондықтан да қазіргі таңда оларда көптеген секталар, шіркеулер, ағымдар бар. Мысалы, евангелдік христиан-баптистер, апостолдық оқу бойынша евангелдік христиандар, 7-ші күннің адвентистері. Қазіргі таңда әлемде 300-ден астам протестанттық ағымдар бар. Барлық протестанттық ағымдардың басты кітабы Библия болып саналады. Әр адам киелі жазбаны оқып түсіндіруге құқылы. Протестанттар Құдаймен қарым-қатынас жасау кезінде араларына адам салмайды. Сондықтан да олар дін қызметкерлерінің кінәсін айтып тәубеге келу деген жоқ. Дәл сол себептен оларда иконаларға және мүсіндерге табыну болмайды. Үшінші әлемдік дін бұл буддизм. Буддизм әлемдегі ең көне дін. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 1000 жылдықта пайда болды. Оның пайда болуы Сиддхарт Гаутама есімді ерекше адамға байланысты. Бұл адамда бәрі болды. Әкесі патша, әдемі әйел, сүйікті ұлы. Бірақ бір күні ол нақты әлемді біле алды. Ол кәрілік, ауру және өлім бар екенін және ол барлық адамдардың тағдырында екенін білді. 29 жасында ол дәруіш атанды. 35 жасында ол жан дүниесі рухани тазартылған Будда атанып өзінің ілімін уағыздады. Оның негізгі қағидалары адам өлсе де оның жаны қайта өмірге келеді. Және келесі жолы кім болып дүниеге келетінін қазіргі кезде қалай және кіммен өмір сүріп жатқанын байланысты. Қазақстан жерінде әлемдік діндердің барлығы өтті.
бірақ ешқашан жанкештілік пен төзімсіздік болған емес. Көп ұлтты, көп конфессиялық Қазақстан халқы әр кезде бір-біріне сыйластық, толеранттылық танытып, өзара қолдау көрсетіп отырады.